Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жаңа сабақ төлдер. Жаңа сөздер. Төл, төл. Кие, кие. Шақыру, шақыру. Ноқта, ноқта. Бірінші тапсырма. Тыңда, толықтырып айт. Бұл қай жануар? Алмастан тыным шабады құлын. Яғни бірінші суретте балалар, ол жылқының төлі құлын екен. Екінші суретке қарайық. Бұл ненің төлі? Әрине, бұл ешкінің төлі. Лақ. Жағасында бұлақ, жайылып жүр лақ. Сонда бұл өлеңді толықтырып оқитын болсақ, алмастан тыным шабады құлын, жағасында бұлақ, жайылып жүр лақ. Түсінікті болса, ары қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Адасқан төлдерді тауып жаз. Балалар, бізге жануарлар берілген. Осы жануарлардың төлдері дұрыс қойылмаған. Мысалы, бірінші суретте бізге сиыр беріліпті. Сиырдың қасында құлын тұр. Бұл дұрыс емес. Сиырдың төлі бұзау болады. Екінші суретке қарасақ, түйе тұр. Түйенің қасында басқа төл тұр, я? Түйенің төлі, балалар, ботақан. Үшінші жылқы тұр. Жылқының қасында қошақан тұр. Бұл да дұрыс емес. Жылқының төлі құлын. Келесі, бізде ешкі тұр. Ешкінің қасында бұзау тұр. Дұрыс емес. Ешкінің төлі лақ. Келесі, бізде қой тұр. Қойдың қасында түйенің төлі ботақан тұр. Бұл да дұрыс емес. Қойдың төлі қошақан. Олай болса, тағы да қайталап шығайық. Сиырдың төлі бұзау, түйенің төлі ботақан, жылқының төлі құлын, ешкінің төлі лақ, қойдың төлі қошақан. Осылай дәптерімізге дұрыс орындаймыз. Үшінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Түйе. Көз десең ботасы, жарқ-жұрқ етіп ноқтасы. Жетіп келер қасыңа, аруана топ басы. Ойсыл қара иесі, оның да бар киесі. Әрі көлік, әрі ас, қазағымның түйесі. Авторы Нұрлан Қалқа. Балалар, өлең түсінікті болса, астында сұрақтар берілген. Сұрақтарға жауап берейік. Бота ненің төлі? Есімізге түсірейік. Бота ненің төлі? Әрине, дұрыс. Бота түйенің төлі. Ботаны қалай шақырады? Ойланайық. Әрине, балақай. Ботаны көз деп шақырады. Өте жақсы, жарайсың. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, әңгімелеп бер. Балалар, суретке қарасақ, бізге жылқы мен сиырдың суреті беріліпті. Және сөздер берілген. Құлын, жүйрік, қымыз, айран, сиыр, бұзау, момын. Осы сөздерді қатыстырып, суретке қарап әңгімелеп беру керек.
Жылқының төлі құлын деп аталады. Жылқы жүйрік жануар. Жылқының сүтінен қымыз жасаймыз. Сиыр, сиырдың төлі бұзау. Сиыр момын жануар. Сиырдың сүтінен айран жасауға болады. Балалар, осылай әңгімелеуге болады, және де өзіміздің сөзімізді қосып айтуға болады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға болады. Міндетті түрде каналға жазылып ал. Сау бол. Келесі кездескенше.